Міне Canva приложениесін қолдану былай. Кореясыз. Все категории, приглашение, фотоколлаж, открытка, резюме дегеннің барлығы дайын шаблондардың несі. Размерлермен тұрады бұл жерде. Ештеңе ойлап табудың, бірдеңе басқартудың қажет жоқ. Мысалы, приглашениеге жасайтын болсақ, міне приглашение неше түрлісі бар. Готовыйды қолдануға болады, готовый картинка, мысалы, мынадай. Мына, на первый день рождения тақырыптың ішінде тақырып болып бөлінеді міне. Міне, платные бар, бесплатные бар. Міне, бесплатныйға кірсек, осылай міне. Мына каждыйын былай кіріп өзгертуге болады, текстті өзгертуге болады, мысалы. Мына жерде картинка, мынаны алып тастап өзіңіздің суретті қоюға болады. Мынаны бәрін өзгертуге болады. Так. Енді нәрже шаблоны деген міне. Көрінсе, неше түрлі шаблондар бар. Мысалы, бізге керек публикация в Инстаграм. Публикация история Инстаграм размері бар міне, тоже міне. Тоже мынаның бәрін өзгертуге болады. Мына жерге өзіңнің суретіңді қойып, мына сөзді қоюға болады. Мына жерге өзіңнің суретіңді қоюға болады. Енді қазір публикация Инстаграм деп көрейік. Публикация Инстаграм. Седой, о продаже, о любви міне. Всеге кірек. Неше түрлі шаблондар берілген, неше түрлі рамка, бәрі тұр. Бізге мысалы мынадай заголовок жазуымыз керек болса, тақырып жазуымыз керек болса, міне. Қандай мынаны алуға болады. Мына жерде мынаны өзіңіздің сөзіңізді жазып, мына жерге сурет қоюға болады. Қазір. Мысалы, маған мына шаблон ұнайды. Бесплатно дейді. Мына шаблон, мына жерге мен өзім суретімді қойма болады. Изображение. Так, подожди. Галерея. Өзінің любой фотомды қойма болады, мысалы. Биба, қайда қарасын? Мына фотоны қойып, мысалы. Черно-белый қып істеуге болады. Цветной қып істегеніз келсе, цветной. Міне көрдің, мен өзім фотомды қойдым. Мынаны былай жылжытуға болады, былай қоюға болады, былай қоюға болады. Мынаны алып тастауға болады, мынаны кішірейтуге болады. Мынаны былай үстіне басса, былай қоюға болады. Мына жерге постыңыздың тақырыбын жазуға болады, мысалы. Өстіп неше түрлі істей беруге болады. Просто отырып істеу керек, ерінбей. Мына жерге, или мына фонды мына фотоны мына жаққа қоюға болады. Мына жерге фон қоюға болады. Мына жерге фон қойып. Міне, осылай қоюға болады. Мына жерге фото қойып, мына жаққа міне тақырып жазуға болады. Тақырып міне. Осылай неше түрлі істеуге болады. Осындай дайындауыңызға болады, мысалы. Фейсбукке публикация істейтін болса, мына же Фейсбук бар, міне, қайда кіріп кеттім. Міне, этикетка, флайер, плакат, история WhatsApp, графика, закладка, публикация Инстаграм, фон для Facebook, міне, фон для Facebook жасайық, мысалы. Все. Любой нәрде бесплатный фон алам да, мысалы. Өзім суретімді қойып, қасына жазып қойма болады. Мысалы, мынаны алайық. Жоқ, бұл платный екен, бізге бесплатный керек болса, міне. Мына жерге, мысалы, өзінің аты жөнінде жазуға болады. Көрдің бе, артындағы фон суретті өзгертуге болады. Сосын болғаннан кейін мына көк белгіні басамыз, міне. Мына жерге қай жерге публикация жасауыңыз керек? Инстаграмға ма, WhatsAppқа ма? WhatsAppпен жіберуге болады. Или Инстаграммен жіберуге болады, міне. Қайда? Инстаграм. Марина, я устала, у меня тяжелый день был. Ты хочешь что-то сказать? Говори прямо. А я скажу, давно пора. Закончилась твоя семейная жизнь, чего следовало ожидать. Міне, история или лента. Историяға жіберуге болады, или лентаға жіберуге болады.
Facebook керек, біз Facebookқа жібере И аламыз. сидела, как собака на Міне сене. осылай қолдануға болады. Никакой ласки. Как бы осведомленный.